Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов жұмыс сапарымен Комсомол, Шахтар және Юнус шағын ауданына барды. Сапар барысында Нұрбол Нұрсағатов ағаштардың бұтақтарын кесу, жолдардың жай-күйі, негізгі көшелерді жарықтандыру, көшенің санитарлық тазалығы бойынша бірқатар тапсырмалар берді. Сондай-ақ Юнус шағын ауданындағы аула аумақтары мен жолдарды тазалауды күшейту қажет екенін баса айтты. Шаһар басшысы Комсомол және Шахтар ауданындағы орнатылған балалар алаңдарының сапасы бойынша ескертулер де жасады. Жауапты сала мамандарына ақауларды жою және мердігерлерге олқылықты түзету бойынша тапсырмалар берілді. Жыл сайын 18 қазан күні елімізде рухани келісім күні аталып өтіледі. Бүгінде осы игі бастама аясында еліміздің барлық аймақтарында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Семей қаласының Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжінде діни бірлестіктер басшыларының қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Жиынға Абай облысы қоғамдық даму басқармасының басшысы Айдар Садырбаев, Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің директоры Шағангүл Жанаева, діни бірлестіктер қызметкерлері, сонымен қатар бақ өкілдері қатысты. Дөңгелек үстел барысында дінаралық қатынастар және рухани келісімді нығайту мәселелері сөз болды. Бұл орайда қаламыздағы діни бірлестіктер мен этно-мәдени орталықтарда тиісінше еңбек етуде. Жиын соңында қоғамдық даму басқармасының басшысы Айдар Садырбаев діни бірлестіктер басшыларына алғыс хаттар мен сыйлықтар табыстады. Бородулиха ауданы Карастели орта мектебіндегі балапан шағын орталығында мемлекеттік тілде оқытатын қосымша топ ашылды. Қазақ тілінде білім беретін топтың қажеттілігі туралы аудан әкімінің есеп беру кездесулерінде тұрғындар тараптан өтініштер айтылған еді. Нәтижесінде ата-аналар мен шағын орталық ұжымымен тиісті жұмыс жүргізіліп, толыққанды топ ашылды. Балалардың мемлекеттік тілде оқытуды алғашқы буыннан бастау маңызды. Бүгінде шағын орталықтағы 15 балаға 2 тәрбиеші мен 1 күтуші қызмет көрсетуде. Бүгін Жарма ауданының әкімі Жарқынбек Байсабыров аудан әкімдігінің мәжіліс залында округ кураторларының қатысуымен жиын өткізді. Отырысқа әкімдік мүшелері, аппарат қызметкерлері, дербес бөлім басшылары, ауылдық округ әкімдері, сондай-ақ Zoom қосымшасы арқылы учаскелік сайлау комиссияларының төрағалары қатысты. Өңір басшысы күн тәртібіндегі мәселелерді талдай отырып, ұйымдастыру жұмыстарына сәйкес бірқатар тапсырмалар жүктеді. Үстіміздегі жылға жоспарланған жұмыстардың ішіндегі кешеуілде отырған жобаларды бағдарлама әкімшілеріне межелі уақыт ішінде үйлестіруді міндеттедім деп жазды Жарқынбек Борашұлы өзінің Instagram әлеуметтік желісінде.